Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезов музейі. Тема сегодняшнего урока – музей Мұхтара Әуезова. Сабақтың мақсаты – анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындау. Бағалау критерийі – анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындайды. Келесі. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерлерімізге жазып аламыз. Жазушы, писатель, ғалым, ученый, аудан, район, сауатты, грамотный, жиһаз, мебель. Балалар, суретте мынау Мұхтар Әуезов. Ол жазушы. Бұл Мұхтар Әуезовтың музейі. Это музей Мұхтара Әуезова. Келесі. Балалар, қазір біз Мұхтар Әуезов музейі туралы мәтін оқимыз. Мұқият тыңдаймыз. Мұхтар Әуезовтың музейі үйі 2 қабатты. Музей дом Мұхтара Әуезова двухэтажный. Музейде 7 бөлме бар. В музее 7 комнат. Жазушы өзінің жұмыс бөлмесін жақсы көрген. Писатель очень любил свою рабочую комнату. Жұмыс бөлмесінде жеке кітапханасы бар. В рабочей комнате есть личная библиотека. Онда 6000-нан астам кітап сақталған. Там сохранены свыше 6000 книг. Қазір, балалар, біз жазылым тапсырмасын орындаймыз. Бүгінгі күннің жадын жазып алыңыз. Ақпанның 3-і класс жұмысы. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезов музейі 2-ші тапсырма. 2-ші тапсырманың мынадай: қажетті сөздерді қойып жаз. Қажетті сөздер мынадай: жазу, жазушының бұрын. Музей бұрын жазушының үйі болған. Керемет, балалар. Келесі тапсырма айтылым. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: Мұхтар Әуезов музейі қандай? Келесі: музейде неше бөлме бар? Керемет. Жазушы нені жақсы көрген? Жақсы. Жұмыс бөлмесінде не бар? Керемет, балалар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.